Абайдың төртінші қара сөзі. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін, әрбір мас кісіден ғафил көп өтетұғынын да, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауыртатұғынын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құр, ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилді көп өткізіп, өлмеген кісінің не дүниеде, не ахиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кәніш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды харекет табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орынды харекет өзі де уайым қайғына азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа, орынды харекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі де бір антұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме, ыза болғаныңнан күл, ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзіңде салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ, оның ішінде бір күлкі бар-ау, Құдай жаратқан орныменен іштен, көкіректен, жүректен келмейді, қолдан жасап, сыртыменен бет-аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада, бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен, қор етіп өткізеді, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жерде береді, құр тастамайды. Абай Құнанбаевтың төртінші қара сөзі адамның өмірдегі мақсаты мен құндылықтарына, қоғамдағы білімнің, еңбектің және тәртіптің маңыздылығына бағытталған. Абайдың бұл ойлары бүгінгі күні де өзекті, себебі адамның өзін-өзі дамытуы, адалдықты сақтауы және қоғамға пайда әкелуі кез келген заманда маңызды болған. Абай алдымен адам өміріндегі еңбектің рөлін атап өтеді. Оның айтуынша, еңбек адамды адам ететін басты құндылықтардың бірі. Еңбектен қашу, жалқаулыққа бой алдыру адамның өмірін мағынасыз етеді. Адамның еңбегі тек өзіне ғана емес, сонымен қатар қоғамға да пайда әкелуі керек. Еңбек арқылы адам өз орнын табады, өзіне сенімді болады және болашаққа үмітпен қарайды. Адамның өмірдегі мақсаты. Абай адамның өмірдегі басты мақсаты өз қабілеттерін іске асыру және қоғамға пайдалы болу деп біледі. Ол, еңбек етпеген адамның өмірі босқа өтеді деп ескертеді. Бұл адамды жалқаулықтан арылуға және белсенді өмір сүруге шақыратын сөздер. Жастарға еңбек ету, білім алу және өз-өзіне талап қою арқылы жетістікке жету жолын насихаттайды. Абай еңбектің тек материалдық жағынан емес, рухани дамуға да әсер ететінін айтады. Еңбек ету арқылы адам өз жанын тазартады, өмірінің мағынасын табады. Сондықтан әр адам өз өмірін жақсарту үшін алдымен өзіне талап қоя білуі қажет. Білімнің рөлі. Білім, Абай шығармашылығында маңызды орын алатын тақырып. Ол білімді адамды надандықтан құтқаратын негізгі құрал ретінде қарастырады. Абайдың пікірінше, білім адамға тек мамандық немесе кәсіби жетістік үшін ғана емес, өзін-өзі тану үшін де қажет. Адам білім арқылы айналасындағы дүниені түсініп, өмірдегі орнын табады. Білімге ұмтылу тек мектептегі немесе университеттегі оқу емес. Адам үнемі ізденіп, жаңа нәрселерді үйреніп, өзін дамытуы керек. Білім арқылы адам ой өрісін кеңейтеді, ал бұл оның өмірлік мәселелерді шешу қабілетін арттырады. Жалқаулықты сынау. Абай жалқаулықты қоғамның басты мәселелерінің бірі деп есептейді. Ол жалқаулықтың адамды кедейлікке, надандыққа және болашағының бұлыңғыр болуына алып келетінін түсіндіреді. Жалқау адам тек өзіне ғана зиян тигізбейді, сонымен қатар айналасындағы адамдарға да жүк болады. Абайдың айтуынша, жалқаулық тек дене еңбегінен ғана емес, рухани әрекеттен де аулақ болудан көрінеді. Ол адамдарды артық уақытты бос өткізбеуге, пайдалы істермен айналысуға шақырады.
Жалқаулықты жеңудің бірден-бір жолы мақсат қою және сол мақсатқа жету үшін тынымсыз еңбек ету. Адамгершілік құндылықтары. Абайдың қара сөздерінде адамгершілік басты орын алады. Ол адалдық, әділдік, мейірімділік секілді қасиеттерді адам болмысының ажырамас бөлігі деп есептейді. Абайдың айтуынша, адамгершіліктің негізінде басқа адамдарға деген құрмет жатыр. Егер әр адам өз ар-ұжданына адал болса, қоғамдағы мәселелер азаяды. Абай адамның өз кемшіліктерін мойындап, оларды түзетуге тырысуы қажет екенін айтады. Бұл адамның рухани жетілуінің маңызды бөлігі. Егер адам өзіне талап қоя алмаса, ол басқаларға да үлгі бола алмайды. Қорытынды. Абайдың 4-ші қара сөзі адам өмірінің мәні туралы терең ойларға жетелейді. Ол еңбектің, білімнің және адамгершіліктің рөлін баса айтып, әр адамды саналы өмір сүруге шақырады. Бұл қара сөзден біз мынаны түсінеміз: өмірде өз орнын табу үшін адам алдымен өзін өзі тануы, адал еңбек етуі және білімге ұмтылуы